Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптан қазақ тілінің 10 тарауының 11 параграфын өтетін боламыз. Соңғы параграфымыз, біздің тақырыбымыз артық болмас білгенің. Бірінші тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, өзара ой бөлісіңдер. Тілдік құралдары арқылы мәтіндердің стилін анықтаңдар депті. Мәтінді мен оқып қойдым. Енді бұл жердегі мәтіннің стилін, тілдік құралдары арқылы мәтіннің стилін анықтаймыз. Екінші тапсырма. Оқылым мәтінінде берілген ақпаратты графикалық мәтін, кесте сызба не диаграмма түрінде жазыңдар депті. Жауабы: біз технологиялар қызметі деп бөлдік. Технологиялар: комсат, байланыс спутниктері қызметі, радио мен теледидар сигналдарын қабылдап таратады. Радио тарату спутниктері қызметі, радио хабарларын үлкен аумаққа таратады. Технология: жер үсті байланыс спутниктері қызметі, телефон және интернет байланысын қамтамасыз етеді. Технологиялар: ұялы телефондар қызметі, көлемі кішірейіп ықшамдала бастады. Технологиялар: дәрігерлік көшіруші құрылғылар қызметі, лазер мен эндоскоп көмегімен операция жасауға мүмкіндік береді. Енді үшінші тапсырма. Ресми сөздер мен дайын тіркестерді, терминдерді орында қолданып, оқылым мәтінде айтылған құрылғылардың пайдасы мен зияны туралы сұхбаттасыңдар. Үшінші тапсырманың жауабы: сәлем, сен спутниктердің пайдасы туралы не білесің? Сәлем, спутниктер бізге байланыс, интернет, теледидар және радио хабарларын тарату үшін өте маңызды. Ал олардың зияны бар ма? Иә, бар. Кейбір спутниктер жер орбитасында қоқыс ретінде қалып қояды. Ал радио толқындар экологияға әсер етуі мүмкін. Демек, бұл технологияны дұрыс пайдалану керек екен ғой. Дұрыс айтасың. Төртінші тапсырма. Төмендегі сұрақтарды жауаптарымен сәйкестендіріп, өздеріңді сынап көріңдер. Компьютерлік сауаттылығың қандай? Төбесіне сұрақ деп жазып қойдым, дұрыс жауап деп жазып қойдым. Мен жан-жағына жазып кеттім. Сәйкестендірген жерін осылай сұрақ қойылған ғой енді. Сол үшін сұрақ деп кеттім. Сұрақ: компьютерлік серверлерді бүкіл әлемдік желісі қалай аталады? Дұрыс жауап: интернет. Сұрақ: Microsoft компаниясының негізін қалаған адам кім? Дұрыс жауап: Билл Гейтс. Сұрақ: 2004 жылы Facebook әлеуметтік желісін құрған кім? Марк Цукерберг. Сұрақ: компьютердің беті қалай аталады? Дұрыс жауап: монитор. Сұрақ: 1998 жылы Ларри Пейдж және Брин қандай компанияны құрды? Жауап: Google. Сұрақ: интернет желісінің қазақстандық сегменті қалай аталады? Жауап: Қазнет. Сұрақ: интернетте қазақ тілінде алғашқы сайт нешінші жылы пайда болды? Жауап: 1998 жылы. Сұрақ: алғашқы электрондық хат нешінші жылы жіберілген? Жауап: 1971. Сұрақ: менің бар арманым жердің әр тұрғыны үшін жеке компьютер жасау сөзі кімге тиесілі? Жауап: Билл Гейтс. Сұрақ: Евгений Касперский 1989 жылы қандай вирусты анықтады? Жауап: Каскейд. Сұрақ: электрондық поштаны жасаған ғалым кім? Жауап: Рэй Томлинсон. Сұрақ: телефонды байланыс қызметі бар қалтасы компьютер түрі қалай аталады? Жауап: смартфондар. Бесінші тапсырма. Болашақта адам өмірін жақсартатын қандай құрылғы ойлап табар едіңдер? Өз ойларыңды жинақы мәтін түрінде жазыңдар. Жауабына жазамыз. Мен болашақта адамның ойын оқитын құрылғы жасауды армандаймын. Бұл құрылғы адамның миындағы сигналдарды оқып, оларды мәтін немесе дауыс түрінде жеткізеді. Осы арқылы адамдар сөйлей алмайтын немесе қолмен жаза алмайтын жағдайларда да қарым-қатынас жасай алады. Бұл әсіресе мүгедек жандар үшін өте пайдалы болар еді. Достар, менің 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек. Осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.